aslında. Қайта-қайта кіріп шығып жатырмын, кешірім сұраймын. Интернет кішкене нашар ұстап тұрмын. Складтың бұрышында отыр едім ғой. Кармаңды біліп берем 500 теңге, нумерологияңды ашып берем, біліп берем 500 теңге дегендерге жолаймаңыздар. Арзанның дәмі татымас дейді. Сізге не айтатынын Құдай біледі. Астральды, ментальды әлем адамның сөйлеген сөзі, ойлаған ойы, бұған дейін айттым, ол үлкен энергетика, бұл энергия орындалатын нәрсе. Сондықтан ол сіздің өміріңіз, сіздің тағдырыңыз, біреудің қолына беруді қойыңыздар. Әсіресе бұндай ақшаны көздеген арзанға, сіздің өміріңізді шешіп берем деген адамдарға, ақшаны көздеген адамдарға әсіресе ондай нәрсеге сенбеңіздер. Егер сіз өзіңіз сәл-сәл өзіңізді оятып, санаңызды ізденсеңіз, бәрін өзіңіз ақ білесіз осы сұрақтарға. Жан басқа ма, рух басқа ма, басқа жақта жүре ма деп мына жақта сұрап жатыр. 2-3 күннен бері интернет нашар. Бағана Жанат апай, ответ бермедіңіз ғой, сеансқа барайын деп едім. Сізді тыңдаған соң өмір сүріп жүрмін. Рахмет, Гүлнара. Кемелдену дегенді қалай түсінуге болады дейді Әсет мырза, ер адам екен. Кемелдену дегеннің ол ояну деген, кемелдену деген ол сіздің өзіңізді табуыңыз. Давайте былай түсіндіріп берейін. Намаз туралы не айтасыз дейді. Бәрі бекер нәрсе ме дейді. Бекер емес. Инкарнация туралы айтасыз ба? Сеанс арқылы інімнің неден қайтыс болғанын білуге болады. Сандалып кеттік. Сандалмаңыз. Сандалмас үшін сізде зерттеңіз. Енді мен жалғыз өзім зерттеп жүргенім болмайды ғой. Мен де мысалы, комментарийді өшіре тұрайын, осы сұрақтарға жауап беріп алайын. Бұл жерде сіз де зерттеңіз, мен де зерттеймін. Жан-жақтан зерттегеніміз дұрыс. Өйткені енді жалғыз адам мен зерттегеніммен мүмкін ол ілім Құдайдың берген ілімі шексіз ғой. Ол бәрін білу мүмкін емес. Тіпті рухтар әлемінде рухтардың өзі айтады. Мен өзімнің білетін деңгейіме қарай, шегіме қарай білем. Барлық сұраққа жауап бере алмаймыз деп олар да айтады. Қазір как раз таки бүгінгі өтетін тақырыбымыз рухтар әлеміндегі ілім-білім орталығы. То есть біз өмірге келмей тұрып, осы жерге келмей тұрып, рухтар әлемінде бәріміз рухпыз ғой енді. Қандай сабақ өттік? Ол қандай білім орталығы? Ол қандай мектеп? Жалпы не үйретеді? Сол туралы айтайын деп едім. Ал енді мынандай сұрақтар көп қойып жатыр. Намаз оқу туралы не айтасыз? Барлығы бекер ме? Ораза ұстау бекер ме? Мен айтатын едім, оқыңыз намазды, пожалуйста. Мен ешкімнің ұстанымына тағы да айтам, сеніміне, біреудің дініне ешқандай қарсылығым жоқ, барлығын қабылдаймын, түсінемін. Тек қана істеген ісіңізді осознанно түсініп істесеңіздер. Намаз деген ол былайша айтқанда енді адамның жеке отырған кезде Құдаймен өзінің сол рухани әлеммен байланысуы, бағанағы астральды түрде, душа деген мультфильмде байқасаңыз, мынандай театрдағы өлең айтып отырған адамдар, мынандай пианино тартып отқан адамдар, басқа астральды әлемге шығып кетеді ғой, кайфына кіріп, сондай нәрсеге шығып кету да, ол ғайыппен байланысу дейді, яғни
адамның оңаша отырып құдаймен тілдесуі, байланысуы. Енді біреуі намаз оқиды, біреуі зікір салады, біреуі медитация жасайды, біреуі мысалы бағанағы йога жасайды жердегі адамдар. Олардың барлығы осы істеген кезде просто осознанно істесе, соны саналы түрде ояну деген осы. Ол ояндым ойбай деп, ол біреудің дініне, біреудің бағанағы ұстанымына қарсы шығуға болмайды. Сауаттылық керек. Сосын енді мен басында намаз Құранда жоқ деп айтқан себебім, ол енді зерттеу барысында. Ол просто басқаша, мысалы намаз деп, ол кейін ағымдар ішіне жазған, а на самом деле ол мағынасы бір, жердегі адамның бағанағы Құдай әлемімен байланысуы. Мысалы кейбір адамдар намаз оқып отырады да, басқа мүлде андай саналы түрде емес, автоматом, как зомби оқи салады, әйтеуір 5 уақыт қаза қылмай, былай шыққаннан кейін Құдайға жақпайтын істермен айналысады, өтірік айтады, өсек айтады, адамды алдайды, немесе намаз оқып тұрып сообщение жазады. Олай болмайды. Мен соны айтып жүрмін. Не істесеңіз де сіз саналы түрде істеңіздер. Басында енді таршылдатып бүйтіп кейде мен айтқаным, как будто атеист адамның айтқаны сияқты көрінеді. Сол үшін сенің мақсатың атеизмді алып келу деген нәрселерді айтпаған жөн. Ол болмайды өйтуге. Сосын бағанағы жан мен рухқа байланысты. Енді білесіздер, Құдай мен жердегі адамның арасында келісім шарт ретінде бағанағы киелі киіз кітаптар түсті. Ол әр заманына сай, дәуірге сай, адамдардың эволюциялық дамуына сай. Бағана Таурат дейміз, Библия, Інжіл, одан кейін Құран. Неке осы кітаптар бар. Тағы да негізі түскен кітаптар бар екен. Ол қазіргі мына регрессивті терапия арқылы адамдардың түп санасында қалған ақпараттар арқылы анықталып жатыр. Бірақ бізге мәлімдісі осы 3 кітап. Бұл 3 кітапты Құранды оқыған кезде ол жерде мысалы жұмақ, тозақ туралы көп айтылады. Оны оқып алған адам, жалпы кешеде айттым, Құранды оқыған кезде 3 деңгейде оқу керек. Мысалы, бүйтіп текст оқып отқан кәдімгі 1-ші класстың баласы сияқты бас көзбен оқисыз Құранды. Оқыған кезде прямой түсінесіз. Тозақ, жұмақ. Немесе ішінде жазылған нәрселер таршылдатып айтасыз. Қазіргі көп имамдар, молдалар, діндегі жүрген адамдар бас көзбен оқып, соны автоматом айтады. Мысалы, ақыр заман келген кезде бір көзді дажжал шығады, Иса көктен түседі, жер жекке айырылады, бәріміз өлеміз деп қазіргі күнге дейін теледидардан айтып тұр. Былай қарасаңыз, күлкілі нәрсе. Ол бас көзбен оқыған адамның әңгімесі. Енді оны бір оқыдыңыз, хорошо, екінші рет оқыған кезде сіз уже ақылмен оқисыз. Ал үшінші оқыған кезде уже ол сіз жүрекпен оқисыз. Жүрекпен оқыған кезде ана Құрандағы бүткіл формуланы сіз кәдімгідей шемішке жағасыз, өте түсінікті болады. Мінекей осы деңгейде, 3-ші деңгейде оқуға тырысыңыздар. Ал неге ол жерде мысалы қорқытып, сондай үркітіп адамды жазған, одан кейін имамдар соны қайталаған кезде неғып адамдарды қорқытады деп сұрасаңыз, жалпы реинкарнация және қазір тоқтай тұрыңызшы, сөзімнен шатасып қалдым. Мінекей, газ. Инкарнация, мінекей, сіздерге жазып берейін, мені. Реинкарнация. Инкарнация. Енді осыны жалпақ тілмен сіздерге түсіндіріп берейін қалай екен. Өшіре тұрайын комментарийда. Біріншісі, реинкарнация дегеніміз не? Реинкарнация дегеніміз, кеше мен сіздерге түсіндірдім, Құдай әу баста көп жарықты жаратқан. Құдай бір
өзі шегіне жеткен кезде жарылыпты дейді. Жарылған кезде сансыз мынандай жарықтар, нұрлар пайда болған. Оның барлығы рух дейді. Барлық рух, сіз, мен, бүкіл рух бәрі бір уақытта пайда болған. Бір уақытта пайда болған рухтар. Ол рухтар әу баста қазірде кітаптарда мысалы айтады да, біз Құдайдың клеткасымыз дейді. Яғни Құдай бізді солай өлмес рух қылып жаратқан. Және ант береді Құдайға рух. Біз сені ұмытпаймыз. Сен бізсің, біз сенсің. Біз әрдайым біргеміз, қайда барсақ та ұмытпаймыз, жақсы көреміз дейді. Осы антын дәлелдеу мақсатында жерге кетеді рух. Жерге уже тәнді таңдап жерге түседі. Бағанағы өлмес рух, мысалы, мынандай болса, мынау, мысалы, кеше айттым сіздерге, сансыз рухтың біреуі деп алайық. Мысалы, бұл рухтың есімі Мәлік, мысалы, Құдай өзі осылай атып береді. Рухтар әлемінде жалпы қалай болатынын қазір мен сіздерге тақырып барысында оқып беремін. Ілім орталығында олар қалай дамиды, оған дейін түсіндіріп кетіп атқаным. Осы рух, өлмейтін рух, мінекей, өзінің аманатын Құдайға дәлелдеу мақсатында әбден ол жақта оқып, дамып, кемелденіп, жерге түсетін кезде өзіне тән таңдап жерге түседі. Енді оның жады өшіріледі. Өйткені бұл рух Құдайға уәде берді ғой, мен сені әрдайым есімде ұстаймын, мен сені ұмытпаймын, мен сені жақсы көрем деген. Сөйтіп тән таңдап жерге түскен рух бұл жерде уже инкарнация жүреді. Рухтың тәнді таңдауы. Мысалы, мынау денеміз болса, мына рух осыған келді, неке. Осыдан жан пайда болды. Бұл получается жанат. Инкарнация деген осы. Жанат жерге түскеннен кейін рухтар әлемінде Құдайға берген уәдесін барлығын ұмытып қалды. Енді бұл жер әлемі все-таки планетасы, мен сіздерге кешеде айттым, бұл сондай бір керемет планета, қызыл жасыл, қаншалықты әдемі болса, бұл жерде азабы да, қиындығы да, сынағы да соншалықты. Чуть солға кетіп қалсаң, басың бәлеге қалатын. Постоянно таңдауды дұрыс жасауға тура келетін сондай планета. Енді нәпсінің адамда қызықтады, 5 сезім мүшесі бар ғой, енді уже жанға келгеннен кейін сен тамақ ішкің келеді, бай болғың келеді, көп ақша тапқың келеді деген сияқты, креслоны армандайсың, бастық болғың келеді. Бұл жан, былайша айтқанда, білмейді ғой енді мына жақта өлмес рухының тұрған. Сөйтіп бұл рухқа кірген тән тәртіпті болу үшін Құдайдан түскен кітап осы сыртындағы жанға түседі. Міне, осы жан, всегда мына рух жоғарыда, тән мен жан төмен тұрады. Екеуі көбінесе былай қуып жүреді. Рух басқа жақта, жан басқа жақта. Мынау материалдық дүниені армандап тұрады, өйтсем бүйтсем деп. Ал рух өзінің миссиясын ойлап тұрады. Мынау білен деп тұрады. Енді екеуі бүйтіп қосылып барып Құранды оқыса егер, онда жаңағы жүрек көзбен оқып, ояну деген сол. Бізде көбінесе былай жүреді да, ал мынау кішкене болса да бүйтіп қалпына келіп, бір кішкене жан жағына бүйтіп дұрыстап қарап, мен кіммін деген сұраққа жауап беру үшін, былай рухани өсу үшін, тәртіпті болу үшін, былайша айтқанда, бағанағыдай кітаптар түсіп отыратын болған. Бұл бірінші рет Құран кітабын оқыған кезде қорқады. Вау, тозақ бар екен, ойбай мынандай екен деп. Ол вроде біліп тұр, что теласы өледі, жерде шіріп қалады. Бірақ енді тозақта өртенесің, күйесің деген біреудің қорқытқан сөзіне сенеді.
ал мына рух уже мынаған келіп екеуі біріккен кезде адам уже ояу болды деген осы. Осындай болып уже кемелдену деген осы. Сол кезде барып уже Құранды оқыса, ол түсінеді, что олай істеуге болмайтынын үйрету үшін мынаны солай айтылған. Ал одан кейін Құрандағы әр сөздің формуласын шешуге тырысады. Қазіргі мысалы бағанағы ақыр заманда бір көзді таджал деп қорқып жатқаны, мысалы қазір жер әлемді мысалы көк қағазыңыз басқарып отыр, оның арт жағында не тұр? Бір тал көз тұр. Иса пайғамбар көктен түседі дейді. Ешқандай Иса пайғамбар көктен түспейді, ол да астарлап айтылған. Қазір біз айтып жатқан әулие, соңғы пайғамбар деп жатырмыз, соның елшісі деп жатырмыз. Жалпы осындай ғажайыптар, аспаннан сансыз періштелер түседі дейді. Ол періштелер бүйтіп түспейді. Инопланетные души, кеше айтылған басқа инопланеталық рухтар бізге көмектесу үшін жерге келіп жатқан, аспаннан ұшып келіп жатыр ғой расында. Мінекей осындай формуланы уже сен шеше бастайсың. Сол кезде уже түсінесің. Инкарнация дегеніміз біздің қазір келуіміз. Сіз мысалы салтанатсыз мен жанатпын. Инкарнация, яғни тәннің бір рет өмірге келуі. Ал реинкарнация ол рухтың, өлмес рухтың сансыз келуі. Әрине жанат осы күйінде екінші рет өлгеннен кейін өмірге келмейді. Неде мысалы Құранда соны жазған, бір-ақ рет өмір сүреді деп жазған. Енді осыны діндегілер сәл түсіндіріп айтатын болса, сіз мына өлмес рухсыз, сансыз рет келетін, мына өмірге кемелдену үшін келдіңіз. Бұл сізге мүмкіндік өсу үшін. Жер деген, ол деген сондай тәжірибе жинақтайтын, білім алатын, кемелденетін ол сабақ планетасы. Сондықтан теріс істемей, қазақтың дәстүрі бойынша біреудің ала жібін аттамай, жан жағыңа Құдайдың жаратқан нәрсесінің барлығы тірі жақсы көріп, мейірімділікпен қарайтын болсаң, сен ана өмірде де, мына өмірде де жұмаққа барасың деп діндарлар түсіндіретін болса, адам қазіргідей агрессияға, бір-бірін жек көру, рамкаға тығу дегенге бармайтын еді. Менің айтқым келіп жүргені осы негізі шырылдап. Мені біресе атеист қылады, адасушы дейді. Жалпы реинкарнация, инкарнацияға байланысты. Так. Енді давайте комментарийді өшірейін. Мына парақшада менде 1 сағат береді екен прямой эфирге. Екінші парақшамда 2 сағат беріледі. Рухтар әлемінде бағанағы Құдай жаратқан өлмес біз рухпыз, сансыз. Ол жерде ғалам кітапханасы бар. Ол жерде үлкен ілім-білім орталығы бар. Майкл Ньютонның кітаптарын оқысаңыз, қазақшасы бар. Мен парақшамда тұр, телеграм каналымда. Ол жерде де айтылады. Зерттеу барысында рухтар жалпы айтып береді. Айнұр, ішетін болса маған одноразовый стакан бар ма екен, жоқ па екен? Соған құйып бересіз. Енді мына бүгінгі ғұмырдан кейінгі ғұмыр атты Долорестің кітабы бар емес пе? Соның 4-ші бөлімі рухтар әлеміндегі ілім-білім орталығы туралы жазылған. Сонда былай дейді, қараңыздар. Сен ол қандай мектеп деп сұрап тұрсың ба? Ол ілім-білім мектебі. Үлкен колонналары бар, әппақ залды көріп тұрмын. Жап-жарық. Қалай айтсам екен? Орталықтың іші де, сырты да жап-жарық дейді. Сонда Долорес сұрайды ғой, ол жарық кәдімгі бізде жерде күн түсіп тұрады ғой, сондай жарық па дейді. Жоқ, оларға ұқсамайды дейді. Күн сәулесі сияқты қатты жарқырап тұрған жоқ, бірақ мәңгі нұр түсіп тұратын жарық жер дейді. Соның қай жерінен мектеп көріп тұрсың дейді. Долорес сұрап жатыр ғой. Долорес деген жаңағы регрессолог.
жатқан регрессант. Оның соның түп санасындағы, яғни рухтар әлемінде көрген нәрсесін сұрап жатыр ғой, оның сөйлеп жатқан рухы терапия кезінде. Түсіндіріп кетейін. Осы жердің өзі білім беру орны, яғни мектеп дейді. Бұл мектеп жердегі мектепке ұқсай ма дейді Долорес. Бұл жерде біз өзіміздің жердегі өмірімізді зерттейміз дейді. Ол жердегі рух менің қазіргі өмірім, жанаттың өмірін зерттеп отыр. Сіз салтанат болсаңыз, сіздің өміріңізді рухтар сол кезде өзі зерттеді. Тек осы тұрғыда ғана жермен байланысы бар демесем, бұлайша жерге ешқандай қатысы жоқ дейді. Ал сыныптаршы сол жерде орналасқан ба дейді. Сыныптар залдан тысқары жерде орналасқан дейді. Бұл жер бір демалыс орны іспеттес, не көргің келсе, соның барлығын көре аласың. Және де дейді, барлығы сенің қалауыңа байланысты. Егер сені ар-ұят мазалап тұрса, өзіңді кінәлі сезінер болсаң, онда сен қиналасың, азап тартасың. Қысқасы, белгілі бір жағдайды ойлап елестетсең болды, айналаң өзгеріп кетеді. Яғни аппақ мынандай залда отырасың дейді білім орталығында. Сен не ойлайсың, айналаң түгел сондай болады. Ал басқа адамдаршы сенің көргеніңді көре ала ма дейді. Иә, тау мен көкшөп осы деңгейдің жалпы атрибуттары, ол барлығына бірдей көрінеді. Ол жақта тау, шөп барлығы бар дейді біздікіндей. Дей тұрғанмен бұл басқа энергетикалық деңгей болып есептелетіндіктен, мұндағы энергияны басқару заңдары жердегіден басқаша. Бірақ жер мен қыраттар қатты қабаттан тұрады. Талдар, жануарлар бәрі шынайы көзге көрінеді. Мұның барлығы шынымен бар. Барлығы сол жердегі инкарнациялық деңгейде анық. Инкарнация деген бағана айттым, жерге түскендегі, жерге жалпы түскен нәрсе, жерге түскен адам, жерге түскен жан-жануар, инкарнациялық деңгей деген сол. Бірақ мұндағы энергия заңы басқаша болғандықтан барлығы жасанды. Сондықтан конструкцияларды жасанды дейді. Ол жерде мысалы, сен не көргің келсе, сол пайда болады дейді. Энергиялық тұрғыда, энергетикалық тұрғыда. Мысалы, 5 қабатты үйде отырғым келеді, түсі ақ болсын десең, ондай пайда болады дейді. Сондықтан ментальды түрде бәрі пайда болатын нәрсе. Сенің қалағаныңның барлығы сол жерде пайда болады. Енді терапевт сұрайды. Оларды біреу саған дейін жасап қойған ба, әлде бұрыннан бар ма дейді. Бұрыннан бар. Бірақ әр адам өзінше қабылдайды. Кейбіреу тіпті көрмеуі мүмкін. Яғни, ол жерге барған адамның ішінде сен көріп тұрғанды көрмейтіндер де бар ғой дейді. Жоқ, мен қазір жердегі инкарнация деңгейіндегі адамдар туралы айтып отырмын. Жердегілер мұны көре алмайды дейді. Көрсе де қабылдай алмайды дейді. Себебі жердегілер, яғни біздердің сезім мүшелеріміз төменгі деңгейдегі эволюцияның төменгі қабатындағы дүниелерді ғана қабылдай алады. Біз қазір көргенімізді ғана қабылдай аламыз. Ол жерді дейді, жұмақ деп айтсақ бола ма деп сұрап жатыр. Немесе аспан әлемі деп атап жүрген жер сол ма дейді. Иә, жұмақ деген дұрыс, бірақ бұл жер аспан әлемі емес. Екеуін шатастырмаңдар дейді. Жұмақ жердегі өте жақсы өткен өмірің дейді. Шырғалаңға толы болмаған, бейбіт, зомбылықсыз, жақсы өмір сүрсең, соның өзі жұмақ дейді. Біздегі жердегі өмірімізді айтады. Яғни айтатынымыз сол ғой, тозақ та жерде, жұмақ та жерде. Қайсысын таңдайсың, ол сенің қолыңда. Ал аспан әлемі бұл жердегі төмендегі деңгейден биік болмыстың жоғарғы сатысы. Рухың оны интуитивті түрде сезінеді, қандай екен шамалайды, бірақ оны нақ басып айта алмайды. Себебі аспан әлемдегі дүниені салыстыратын жерде тұжырымды ұғым жоқ дейді. Ол ұғымды сипаттауға адамның сөздік қоры жете бермейді. Аспан әлемі барлықтың болмыстың жоғарғы сатысы, мұндағы мән тек энергия дейді. Бағана аспан әлемі дегені бұл жерде жұмақтан жоғары тұр дейді. Ал жұмақ дегеніміз, мұның қасында төменгі сатыдағы деңгей, ол жерге ұқсайды дейді.
жұмаққа түскен адам жердің ең жоғарғы сатысындағы деңгейде өмір сүреді дейді. Біз жұмаққа барамыз дейміз ғой. Ол яғни жұмақты бұлар жердің ең жоғарғы қабаты деп тұр. То есть ары қарай қабаттар бар. Ары қарай ментальды әлемде қабаттар кете береді. 7 қат дейді мысалы, пайғамбарымыздың көргені, допустим, соның барлығы одан әрі жоғары бар. Мына жерде тағы да не айтайын, не оқып берейін сіздерге. Ол жақта дейді Долорес, тұтас бос әлемде әлде қандайда бір табиғи орта, жасыл желек ғимарат бар ма дейді. Жоқ, ондай нәрсе атымен жоқ дейді. Бұл сұлулығы жағынан полярлық шұғыла, яғни полярлық жарқырау бар емес пе, сол сияқты ғажайып құбылыс. Сен ол энергияның ішіне сіңесің де, өзің де сондай тап-таза энергияға айналасың. Сөйтіп өзге энергияларға әсер ете аласың, оларды басқарып өз қалауыңша құбылта аласың. Барлығын оп-оңай бақылай аласың. Олар тіпті алақаныңдағыдай дүние болып қалады. Рахат, ол жақта біздің ұғымымыздағы қоршаған орта мен кеңістік жоқ, онда көкжиек те жоқ дейді. Енді былай дейді. Сен ол жақта дейді, жердегі оқиғаларды басыңнан кешіресің бе, ондағы проблемалар осындай ма дейді, осындағы жердегі дейме дейді. Жоқ, ол оқиғалармен жерге барғанда мен бетпе-бет келем дейді. Ал қазір тек қайта тууға, яғни реинкарнация бағанағы, рух қайта тууға әзірленіп жатырмын дейді. Бұл жерде дейді, кезінде өткен оқиғаларды қайтадан басымнан кешіріп, байыппен талдай алам, оқиғаларға әділ баға бере алам дейді. Сол кездегі әрекеттерімді сараптап, ол кезде неліктен солай еткенімді білуге, ұғуға тырысам. Кейінгі өмірім үшін өткен өмірімнен сабақ алам дейді. Ол жерде ақыл толыстырып, кармалық жағдайлардың негізінде тәжірибе жинақтап есейе түсем дейді. Адамның болмысын тануға ұмтылам, болған немесе болатын оқиғалармен қабылдаған не қабылдайтын шешімдерді сарапқа салам дейді. Мұның барлығын меңгере отырып, мен білім жинақтаймын, рухани жетіліп, өсіп, кемелденуге ұмтылам дейді. Көрдіңіздер ма? Рух ана жерде өзінің сол бағанағы жұмақ дейміз ғой, сол әлемде отырып, өткен өмірінің барлығын сарапқа салады. Жерге мысалы неше рет келді, жалпы жер дегеніміз, ол деген айтып тұрмын ғой, тәжірибе жинақтайтын сабақ планетасы. Жерде вообще жақсы, жаман деген жоқ та, бұл тәжірибе жинақтайтын барлығы. Бұл әр өткен өмірін мысалышы байыппен талдайды. Мысалы жерге оны талдайды, өткен өмірлерін талдайды. Сол жақта мысалы карма болатын болса, бұрынғы өмірінде мысалы біреуді өлтіріп қойған болса, ренжітіп қойған болса, ол кармалық байланысын қайтадан шешуге тырысады. Ол түйінді шешкен кезде рухтың деңгейі кемелденеді. Алдағы ғұмырыңда көптеген қиындықтар күтіп тұра ма дейді. Егер де мысалы сен өзің таңдап аласың ба дейді сол қиындықтарды, әлде сенің қалауыңнан саған берілетін және күресуіңе тура келетін күрделі мәселе ме дейді. Енді рух айтады, өз еркіңнен тыс күресуге тиіс қиындықтар. Бұлар тіпті күрделі мәселе емес, яғни шынайы емес, тек оқыту жаттығулар ретіндегі тактикалық сипаттамалар дейді. Таза оқу үдерісі дейді. Не нәрсені қиынсынғаныңа байланысты. Оның көбі мен қабылдауға тиіс шешімдер дейді. Ол шешімдер менің басқалармен тікелей қарым-қатынасыма байланысты дейді. Жердегі ғұмырыңда қандай да болмасын бір жағдайға тап келер болсаң, мұндағы маңызды мәселе сенің қабылдаған позицияң болмақ. Яғни, сенің ол жағдайды қалай қабылдағаныңа сай өзіндік ұстанымың, жеңіліс пен жеңістерге қалай қарайтыныңа байланысты, және де қиын жағдайдан қалай шығатының мен
қиындықтарды қалай еңсеретініңе, сәтсіздіктерді қалай қабылдайтыныңа байланысты. Мейірімдісің бе, қатыгезсің ба, жомартсың ба, сараңсың ба, ол да рөл ойнайды дейді. Қысқасы, сенің барлық ғұмырың, барлық қабылдаған шешімдерің дейді. Себебі ең үлкен қиындық өз-өзіңді алдау, жалған үмітке беріліп өмір сүру. Адамдар ақтау үшін мыңдаған сылтау табады, өзінің әрекеттерін ақтау үшін. Яғни ақырында негізгі оқиғаның мәнін жалған соншалықты өзгертіп, құбылтып жіберетін, сонша ақиқаттан алшақтап, ненің өтірік, ненің ақиқат екенін тіпті білмей қалатын жағдайлар болады дейді. Түсіндіңіздер ғой, иә? Бұны айтып жатқан жаңағы ілім орталығындағы рух. Жердегі жалпы не істеу керек, миссиям не деген сұрағыңызға жауап мінекей. Мына тексті бүгін шығарам парақшама. Жақсылап оқыңыздар. Екі адамның бірі менің миссиям не деп сұрайды ғой. Сол сұрақтарға міне конкретный жауап. Алдыңда қандай жағдайлар тұр, және сен қандай шешім қабылдай аласың. Соған мінекей керемет жауаптар дейді. Жалпы мектепте қанша рух білім алып жатыр дейді. Бір сыныпта 50 дейді. Әрбірінің өз міндеттері, өз сабақтары бар дейді. Және ол міндетті әркім өз ішінде ғана шеше алатын тым жеке мәселелер дейді. Сен өз бетіңше білім алып жүрсің бе, әлде сені онда біреу оқыта ма дейді. Мен өзім оқимын дейді, бірақ қажет болған жағдайда кез келген уақытта көмек сұрай аламын дейді. Бұл жерде мұғалімдер бар дейді. Әр сыныпта мұғалім бар. Олар біздің өз-өзімізді тануға көмектеседі, соған үйретеді дейді. Ол рухтар әлемінде бұларды мысалы үйрететін ұстаздар болады. Бағанағы бірдеңені мысалы жерде бір мысалы бір техника бірдеңе пайда болу керек болатын болып жатса, ол жерде қалыбын жалпы сол жақта жасайды. Енді барлығы мынандай сұрақ туады ғой. Мысалы қараңыздар, мынандай сұрақ туады, мысалы ақыры сендер рухтар әлемінде бәрін оқып жатыр екенсіңдер, бәрін біледі екенсіңдер, жерге неменеге түсеміз дейді ғой. Онда былай дейді, сіз мысалы кітапты оқи берсеңіз, машина айдау туралы, теориясын оқи берсеңіз, жаттап аласыз правиланың бәрін. Бірақ ол рөлге отырып, машинаға отырып жүргенмен салыстырған кезде аспан мен жерде, сол үшін біз осы оқыған, кемелденген нәрсемізді іске асыру үшін жерге түсеміз дейді. Ал не үшін жаңағы жадымыз өшіріледі десеңіздер, ол рухқа берілетін каждый мүмкіндік деп ойлаймын. Ақпараттан өмірін бастау. Мына ішінде мысалы жазған. Тағы да бір сұрақтарыңызға жауап берейін қазір. Жерде өмір сүріп, өмірлік тәжірибе жинаған саған ұнай ма дейді рухқа. Ол жақтан әрдайым жаңа бірдеңе үйреніп келуге болады дейді. Тіпті барлығын оқып, тоқып болдым дегеннің өзінде әрдайым міндетті түрде өзің білмейтін жаңа сабақтар алдыңнан шыға келеді. Шынымды айтсам, мен табиғатымнан тентек адаммын дейді. Тәртіп пен тыйымдарға аса көне бермеймін. Өзімнің осы бір жағымсыздау мінез құлқымды әлі толық жеңе қоймағанымды анық білем. Бірақ мінезімді жөндедім деп өзімді ылғи жұбатып қоям дейді. Сонда егерде барлығы сол жақта оқысаңдар, тоқысаңдар, жаңағы жерге түспей ақ қойсаңдар болмай ма? Неге жерге түскеннен кейін адамның жады өшіріледі деген сұраққа жауапты бердік. Әу баста рух Құдайға өзінің антын берген. Қандай жағдай болса да мен сені ұмытпаймын деген. Яғни сол ант бойынша біздің жадымыз өшіріледі, және де қандай да бір карма
бағанағы шиыршығы болатын болса, соны жөндеу үшін рухтар өзара келісіп, жаңағы ілім орталығында бүткіл өткен өмірін сараптап, сүзгілеп алды. Енді соны жөндеу үшін біздің миссиямыз жерге түседі. Енді қазіргі регрессологияға байланысты былай депті, бұл кітап баяғыда жазылғанда, жалпы карма аспектісінде дейді, адамның түп санасына еніп, одан қажетті ақпараттарды алуға болатын гипноз техникасы мен басқа да емдеу әдістемелерін дамытуға рұқсат етілген дейді рухтар. Бұл ісіңіз арқылы адамдарға өткен ғұмырларындағы кармаларын біліп беруге көмектесіп, өткен ғұмырдың ауыр жүгінен құтылуға көмектесе аласыз. Сол арқылы олар жылдам дамып кемелдене алады. Бірақ бұл жағынан адамзаттың су құйғыш эрасына енуімен де байланысты. Су құйғыш эрасы деген эра водолея. Біз қазір эра водолеяға кірдік. Жаңа дәуірде кірдік, көрдіңіз бе? Ілімді айтып жатыр, жаңа кірген. Бірақ та регрессивті терапияны көп адам істеуге құмартпасын дейді. Онсыз да ол өзінің кім екенін бағанағы жердегі проблемасымен былығып жүрген кезде қатты неге терапияға құмартып, өткен өмірін білуге құмартпасын дейді. Себебі сіздің басыңызда и так-та проблема көп, және де өткен өміріңіз білмейсіз ғой, чудо күтесіз, өткен өміріңіз қандай болғанын білмейсіз. Ол басқаша бір проблемный болса, онда қалай болады? Проблемаңыздың үстіңізге проблема қосып алмайсыз ба? Мінекей, сіздерге айтайын дегенім сол, бір миссиям не, анау деген ондай сұрақпен аса регрессивті терапияға жүгіне беруге болмайды. Бір шешілмеген, аса бір шешілмей тұрған түйін болса, мысалы бір жазылмайтын ауруға тап болсаңыз, сондай нәрселерге тап болған кезде ғана барған дұрыс деп ойлаймын. Әйтпесе бағанағы 500 теңгеге кармаңды біліп берем, анау-мынау дегенге аса жолай бермеңіздер. Жақсы ма? Жас рухтар деген кім, кәрі рухтар деген кім, одан кейін карма дегеніміз не, мына жерде барлығы жазылған. Бүгіннен бастап бұны мен пост қып жазам. Сіздер жақсылап оқыңыздар, жақсы ма? Түсінсін деп не қып жатырмын. Түсіндіріп беріп жатырмын ғой, кейбір жерін оқып беріп, прямой эфирде шы. Бедейді. Бағанағы ана дүниеде адам өлгеннен кейін барлық өміріміз туралы есеп алына ма дейді. Мүмкін есептер сол жинақталатын бір жазбалар сақталатын шығар дейді. Яғни біз не деуші едік оны, тағдыр кітабы ма? Тағдыр кітабы ма? Біздің бүткіл өміріміз жазылады ғой. Сонда айтады да, олар кітапты ашқан кезде не қылады дейді. Сурет тұрмайды, оқиғалар тұрады дейді. Представляете? Видео сияқты. Әр кітаптың бетінде біздің өміріміздің оқиғалары тұрады. Сонда айтады да, жалпы есепке алынады, ондай кітапта бар дейді. Бірақ сенің өмірге қанша рет келгенің, яғни тәнді біз скафандр деп алатын болсақ, мынандай киіміміз десек, өмірге қанша рет келгенің маңызды емес. Сенің ол өмірден қаншалықты тәжірибе жинақтап алып келдің, соған байланысты дейді. Мына жерде енді мыжып оқып отырсам, қыздар, жігіттер прямой эфирдің уақытын босқа өткізіп алам, өздеріңіз оқисыздар, иә. Мен бүгіннен бастап қазір не қылам, бөліп пост қып шығарам. Өте тамаша аудармасы. Ләйлі ханым, сізге Құдай риза болсын. Керемет. Жүрекпен аударылған көрініп тұр. Ешқандай калька емес. Прямо мына кітапты мен орысшасын неше рет оқысам да қазақшасын сүйсініп оқып отырмын. Ол сіздерге берілген үлкен сый, бұл сөздің шыны керек. Таптырмайтын орыс тіліне бүгінгі күнге дейін әдейі секретте ұсталып келген кітаптар ғой. Орысшаға енді шықты, орысшасының өзі оқыған кезде мен прямо өмірім бүйтіп өзгеріп кетті да, өмірге көзқарасым мүлде басқаша
сіздер менің инстаграмымда байқап жүрген шығарсыздар. 2 жыл болды, өте бір сондай бір не болды да менің өмірімде. Қатты сұрақтар көп болып кетті. Осы сұрақтардың жауабы өзімді қатты бір шектеп осылай жүрдім, ізденіп. Бүгін енді бәрін босаттым да, каждый сұрақтың бір жауабы табылып, бір керемет сезімде болып. Сонда өзім парақшама өңкей күшті видеолар, күлдіретін посттар салып қойсам, қыздар айтады ғой, ой, осындай позитивный постыңды сағынып қалдық деп. Мен айтып жатырмын ғой, енді күліп кішкене. Қандай кітап дейді? Бұл кітап не ғой, между жизнью и смертью деген, между жизнью и смертью, не, Долорестің кітабы. Ғұмырдан кейінгі ғұмыр деп алған дұрыс шығар, енді ол общий барлық бұл неніші, бұл ілімді зерттеген кітаптарын. Одан кейінгі өмір туралы айтылады ғой жалпы. Бұл мынау рухтар әлеміндегі білім орталығы деп мына постқа бөлек жазам, салам, оқыңыздар. Сол орысшасын алып, қазір біз қазақшаға шетінен аударып, сіздерге түсіндіріп отырмын прямой эфирде. Енді пост қылып саламын. Өткенде, мысалы, инопланетный рухтар туралы жазған постымды көбіңіз түсінбепсіздер, не болып кетті деп, кеше прямой эфирде соны түсіндірдім. Неге Алла деп айтпайсыз? Ол бұндай сұрақ зачем, қыздар? Бұл жаратушы дейміз, Құдай дейміз, Алла дейміз. Бәрімізді жаратқан бір Құдай ғой, бір Құдай. Шексіз аспан, қараңызшы, шексіз аспан. Біз барлығымыз терезеден сығалап тұрмыз да, шексіз аспанға. Мен өзім тереземнен сығалап тұрмын, регрессивті терапияны айтып, Долорестің, Ньютонның кітаптарын айтып, ана жақта мысалы имамдар қолдарында Құран, мысалы, олар да аспанды сипаттап айтып тұр. Ана жақта мысалы біздің Санжар ағайлар отбасы хрестоматиясы, олар мысалы зікір айтып, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кітаптарын шығару арқылы олар да сол аспанға қарап тұр. Ана жақта мысалы христиандар қолдарында Библия, олар да кешірім сұраймын, звондағыштар. Олар да мысалы аспанға қарап, терезеден қарап сол аспанды сипаттап тұр. Мысалы Буддаға сенгіштер. Енді әркім өзінің сенімімен сол бір аспанды сипаттап тұрмыз бәрімізші, бір терезеден қарап. Бірақ сол кім терезеден қалай көреді аспанды, соған сай бір-бірімізбен ұрсысып жатырық да. Менің көргенім басқаша, сенің көргенің басқаша, сен дұрыс көрген жоқсың. Жоқ, сен дұрыс көрген жоқсың, мен. Бәріміздің сипаттап атқанымыз бір әруақтар, бір Құдай ғой, сөздің шыны керек. Просто бұл жерде мынандай мәселеде біреудің терезесін тұмшалап тастайды да, сырт жағынан басқа нәрсені көрсетіп. Біз соны ашуға тырысып жатырық. Шексіз аспанды көрсей деп. Сосын рухтар туралы оқиға бастағаннан түс көрем дейді. Дұрыс айтасыз. Мына бағанағы мына жақта жүрген тән мен жан, мына жақта рух, екі жақта лағып жүр ғой. Осыған дейін бізді лағып жүрді қазір. Енді ақырында уже сіз түсініп келе жатсыз ғой қазір өзіңізді, жалпы қайдан шықтыңыз, келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен соң не болам деген шәкәрімнің өлеңіне жауапты ақырындап біліп келе жатсыз. То есть сіз уже мінекей оянып жатсыз, екеуі бүйтіп сай келіп жатыр. Тән, жан мен рух бірігіп, мынандай пирамида сияқты болады. Сол кезде адам уже көрген түсін есінде сақтайды, уже сараптайды, уже саралайды. Сөйтіп бара-бара ол түстен аян алады. Рухтар әлемі адаммен байланысатын бір ғана жол, ол адамның түсі. Инопланетный рухтардың, тәнге кірген инопланетный рухтардың өзінің планетасымен байланысатын бірақ жолы ол түс кезі. Түсінде бағанағы душасымен байланысып миссиясын атқарады. Түсіндіңіздер ма? Зікір, салауат айтып жүрсеңіздер, оянғаннан көкесін көресіздер дейді. Енді бұл жерде қараңыз,
үйтсей бүйтсей деуге болмайды. Бірден айтам, оқысай намазың тастасай, зікіріңді оқысай, салауат айтсай, сіз кімсіз тықпалайтын? Бұл жерде Құдай да тықпалап тұрған жоқ, пайғамбар да әулие де адамға тықпаламайды. Біз сол үшін жерге келдік, дұрыс таңдау жасау үшін, лабиринт жолымыздан өзіміздің шығар есікті табу үшін. Тықпаламаңыз, пікіріңізді айтыңыз. Осылай дұрыс екен, мен өзімде осындай жағдай болды деп айтсаңыз, онда адам өзі іздене бастайды. Расында солай ма деп. Ал сіз тықпалаған кезде бір адам уже бірде екінші топқа соқсаңыз, ол артқа шаг жасайды. Біз мынау дінді, Құранды, пайғамбарды ылықтырып былықтырып алғанымыз сол. Барынша бүйтіп тазалап, бүйтіп айтып жатқанымыз сол. Соны түсінбейтін адамдар атеист дейді. Олай емес мүлдем. Сауаттылықпен кішкене ара жігін ажыратып алайық, жақсы ма? Ақсарбас кітабы менде бар, дүкенде тұр, қыздарда бар бізде. Сізді оқығаныма көп болды, бірақ түсінбей жатырмын дейді. Ақсарбас кітабын сіз жан мен рухтың, карманың, эволюциялық дамудың не екенін білмей тұрып Ақсарбасты оқысаңыз, миыңыз атала болып кетеді, сөзін шыны керек. Дайындап алыңыз. Жаңағы бағанағы рухпен тән, жан біріккен кезде, сол кезде оқитын кітап ол. Сол кезде оқитын кітап. Сол кезде сіз жүрек көзіңізбен оқыған кезде, дейсіз. Ал қазір оқысаңыз, шашырап кетесіз. Шашырап кетесіз совсем. Елу жыл бұрынғы кітаптың не керегі бар? Өз тарихымызды зерттейік дейді. 50 жыл бұрынғы кітап бұл бізге енді жетіп жатыр, біріншіден. Екіншіден, бұл кітаптар болмаса, біз қазақты зерттей алмаймыз. Қазақтың тарихы, қазақтың кезіндегі таптаза өзінің дәстүрі, ол біздің жоғарғы санамызда, жалпы тарихта не болды? Оқыған тарихтан бөлек мүмкін олай болмаған шығар. Оның барлығы адамның жоғарғы санасында тұр. Ал жоғарғы санасын біз білуіміз үшін мына ілімді білуіміз керек. Регрессивті терапия бұл. Терең адамды транста ұстап, тета состояниеде адамның рухмен сөйлесу. Жаңағы мына жақта рух тұрса, мына жақта мысалы бағанағы тәнімен жан отыратын болса, бұл жерде мынау сөйлемейді, мынау сөйлейді ғой. Енді осыны сөйлетудің өзінің әдісі ғой бұл. Бұл 50 жыл бұрынғы кітапты оқып, біз бұл әдісті білмесек, ол адамның рухымен қалай сөйлесеміз? Қазақша барынша келтіріп жатыр бұл нәрсе. Сен рухты айтып жүр, руханияттың не екенін ұмытып кеткен жоқсың ба, шатастырмадың ба деген. Вроде оқып жүрген адамдар, бірақ сондай сұрақ қояды, айналайын-ау. Ол кәдімгі өзіміздің аруақ феномені ғой, бұл аруақтар деп қазақтар. Сол үшін Құдаймен ойнасаң да аруақпен ойнама дейді, көрдің ба? Құдай өте мейірімді, сен не істесең де Құдай кешіреді. Айтып тұрмын ғой. Сіз балаңыз не істесе де кешіресіз ғой, құйрығынан бір салып қоясыз да, кешіріп жақсы көріп жүре бересіз. Сол сияқты әу баста Құдай өзі жарылып, өзінің, біз клеткасымыз оның. Бәріміз нұр болып Құдай жаратқан. Просто жерге келгеннен кейін ғой біздің не қылып кеткеніміз, бәрін ұмытып кеткеніміз. Құдаймен ойнасаң да аруақпен ойнама дейтін сол. Аруақ деген қағып жібереді. Мәселен, менің арғы атам өте сондай әулие кісі, қасында өзінің баласы жатыр дейді. Ол да әулие болған екен. Адамдар басына әлі күнге түнеп, бала сұрап сөйтеді екен енді. Бірақ сол тілеу қабыл болады дейді. Сонда мысалы бағанағы әкесіне бармай бірінші баласына баратын болса, ана кез келген көлікті кәдімгі не қылып жібереді дейді, аударып жібереді дейді. Бірақ адамдар аман қалады дейді. Ең қызығы көлікке ештеңке болмайды дейді, бірақ аударып тастайды дейді. Қақ жібереді дейді ғой қазақ жалпы сондайға сенген. Осы айтып отқан мынау рух деген нәрсеміз әруақ феномені. Кезіндегі мынау әруақ
сол аруақтың қолдағанының арқасында ғой біздің қазіргі кең даламыз шыны керек. Мынау эра водолеяда керемет болып тұр Қазақстан ше. Кеше бізді аздырып тоздырған ел табалдырығымызда жүр қазір қаңғып. Соғыс твай бізде қазір ештеңке жоқ ондай. Қараңыздар, жаңағы намазды түсіндірдім ғой сіздерге. Намаз оқы деп бізді шошытып жіберген, намаздан, айтып тұрмын ғой, намаздан діннен шошытып жіберген ағымдар кіріп кеткен. Біз сол ағымдардан ақиқатты ажыратып алып жатырмыз. Түсіндіңіздер ма? Аруақ рухты ол бізде бүткіл ата бабамыз біздің ата бабамыз, біздің жазушылардың барлығы аруақ рухты не қылды ғой, жазып кеткен. Ақсарбас кітабынан айттыңыз ау, елдің ойын шашыратып шошытып дейді. Ол былай болды ғой, негізі басындаша мынау жаңағы Құдайдың өзі бүйтіп толысып әбден өзі шегіне жеткенде жарылып сансыз рухтарды жаратқан деп айтады ғой. Енді мынау аманат жыры, мынау қиссамыз бар Құранда да. Сол сияқты, когда сен бәрін уже жан-жақты білгің келіп зерттеп анау ішіне жинай бересің, оның үстіне бағанағы терапияны оқып алдым мен, адамдардың уже қасымда жүрген адамдардың осы бағанағы Долорестің терапиясы арқылы уже оның рухымен сөйлесіп тұрғаннан кейін, ол бұрын өлген өмірін көрген кезде, соны айтып жатқан кезде рухтар әлеміне барып мынандай рухани орталықты, білім орталығын барлығын сипаттап бергенде, это оқу бір бөлек, қасындағы жүрген адамның транс состояниесінде айтқаны это басқа бөлек та. Жаңағы ғалам кітапханасы, ол ғалам кітапханасын когда өзің барып көресің, бағанағы транс кезінде, это вообще нечто. Мен деген басым деген мынандай болып кетті да, анандай адамның жердегі сол жақ логикалық миы бар ғой, көтере алмай қалады да санасы. Сондай болып мен бәрін айтқым келеді, бірақ сөздерім бүйтіп шашырайды да. И соны сіздерге жеткізе алмай әлек болды ғой. Елмен адасушы дейді, атеист дейді, көп адам блокқа салып тастаған, чаттан шығарып тастаған. Сосын қой деп бір апта демалып келдім де, бәрін саралап, енді сіздерге жеке бүйтіп түсіндірейін дедім. Сіз, оказывается, түсінгенім, рух деген нәрсені түсінбейді екен ғой қазақтар. Рух дегеніміз кәдімгі өзіміздің аруақтар, аруақ феномені дегеннен кейін бар. Бәсе дейді. Майкл Ньютонның кітабы өте керемет. Мына бастырылсаңыздар, все-таки не бар ғой, жаңағы анау бәрібір темныйлар бар дейді, жындар бар дейді, енді олар бар. Олармен енді қандай нәрсемен байланысты болғаныңыз Құдай білсін. Енді адам төменгі энергияда болған кезде жабысады дейді ғой. Енді мен кеше айттым, адамның ішінде ақ та бар, қара да бар деп. Сіз төменгі энергияға түскен сайын анау үлкейе береді. Тазаланып тұру керек жалпы. Менің өзімнің жалпы емші, көріпкел адамдар болады ғой, енді оларда рухтар әлемінде трансформатор рухтары дейді. Өзімнің тазаланып тұратын адамым бар. Сол кезде мен өзімнен кәдімгідей итімді шығарады ана жерде ше. Әбден үстіңді жиналып, бүйтіп қалады, сөйтіп қалады деп ол кісі. Сондықтан тазалап тұрыңыздар, бағанағы оқитын сүрелеріңізді оқып, ана жерде дәретпен жатып дегендей.
түрімде ешқандай сиқыр жоқ, мына жерде бір эффект па бірдеңе қосып алдым. Мынау тістейтін балаларды, Z балалар дейді ғой, мен ол туралы әлі ақпарат ала алмай жатырмын. Сөзін шыны керек, енді ол үшін практика өте көп керек. Қасиет аруақ қону туралы мен ана өзімнің парақшамда пост жазған, көріңізші. Немесе ана Ақсарбаз бар ғой, соның парақшасында жазылған. Иә, сіздің күйеуіңіз сізден шошиды. Сектаға кіріп кеттің дейді, немесе адасып жүр дейді, жын сөйлетіп жатыр дейді. Не қыла беріңіз, дайындала беріңіз. Мен уже үйреніп алдым. Өткенде прямой эфирге шықтым ғой, өзім парақшамда Нұрлыбек деген кісімен ше. Сөйтсе қосылған бетте көп комментарий кетіпті. Мен оқып үлгерген жоқпын. Сөйтіп эфир біткеннен кейін мына жерде шықсам, қасымдағы сатушы қыздар жылап тұр. Не болып қалды десем, тәде, олар неге сізді үйтіп жазады, сіз оны ренжіттіңіз бе, әке-шешесін өлтіріп қойдыңыз бе, неге үйтіп қарғанып жазады деп. Қарасам жылап тұр. Неге жылайсың? Саған дым қатысы жоқ. Мен ондайдың жүзін оқимын. Біріншіден, ол өзінің ішіндегісімен бөліседі. Әркім өзінде бармен бөліседі. Ол жерде менің қатысым жоқ та. Мысалы, жаман сөз ішінен шықса, ол значит, оның рухани әлемі аш. Аш адамнан ешқашан жақсы сөз шықпайды. Мысалы, аш бала тоқ баламен ойнамайды деген қазақтың осындай сөздері сол. Прямой смыслда емес. Айнұр, құйып бересіңші, пожалуйста. Ой, рахмет. Аш бала тоқ баламен ойнамайды деген сол. Сен рухани тұрғыда аш болсаң, сенің аузыңнан жақсы сөз шықпайды. Всегда жаман сөз шығады, есіңізде болсын. Жаман комментарий жазасыз. Біреуді сөзбен кәдімгідей қыршып, тістеп итін шығарасыз. Ал рухани тоқ адам ешқашан оның тілінен жаман сөз шықпайды, потому что ол біледі, что каждый сөзі өзіне қайтады. Каждый сөзі, каждый ойы қайтады. Ол бағанағы, даже тексті оқыңыз мияқта. Рухтар әлемінде, ой, рахмет. Рухтар әлемінде ілім орталығында осының барлығын саралап айтады ғой. Қазақты оқып, мақал мәтелін қазір қайттан оққан сайын таңғаламын ғой. Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесі сөз иесін табады деп. Және де кемелдіктің шегі жоқ деген, не деген сөздер деймін да. Действительно біздің қазақтар, Ақсарбаз айтпақшы, қазақтың дәстүрі, қазақтың өзі діннен жоғары тұр дейді. Орыстың патшайымның айтқаны сол ғой. Қазақ өзінің кім екенін білсе, әлемді жаулайтын еді дейді. Ақырындап болса да негізі қазір соған келе жатыр. Иә, Серік аға, иә. Барған шығарсыз, е? Енді ДЦП болып, уақытымыз өтіп кетіпті ғой. Бірақ минутым қалды, қап. Рух басқа тілде сөйлеуі мүмкін. Я, бұрынғы өмірде мысалы, ол бірақ та өте жиі емес енді, бірақ болып тұрады. Испанша, қытайша сөйлеп кетеді бұрынғы өмірі, прям қатты трансқа кіретін болса, бұрынғы өмірде сондай Қытай, сондай болатын болса.